Анам, жанарынан нұр, жүрегінен мейірім төгілетін. Қалауыңды қабағыңнан, көңіліңді көзіңнен танитын ең жақын жанашырың. Оның қадір-қасиеті жоғары, ұл қыздары үшін орны бөлек. Өмірдің өткелдерінде сені қол созып күтіп алатын да, қол бұлғап шығарып салатын да аяулы анам. Құрсағынан босатса да құшағынан шығармай, мәңгілік сен үшін жаны күйзеліп, сағынған сайын сай-сүйегі сырқырап, ұзақ түндерде көз ілмейтін де сол анам. Қанша есейіп кетсек те, анамыз үшін мәңгілік сәби қалпымызда қала береміз. Олар әрдайым біздің қасымызда. Біздің барлық қателік кемшіліктерімізді кешіріп, жақсы көреді. Олар біздің жеңістерімізге қуанып, жеңілістерімізді бірге қабылдайды. Иә, анаң ренжиді, налиды. Бірақ жылы қабақ танытып, анашым, кешірші, жаңылдым, жаздым деген бір ауыз сөзімді естісе, жүрегі жібіп, бар махаббатын сарп етеді. Сәби күнінде ауырған кезің есіңде ме? Түн ұйқысын төрт бөліп, бар пейілін саған сыйлаған анаңды бүгінде қаншалықты бағалайсың, құрметтейсің. Еркелікпен шалыс басып, көңілін қалдырған түсің болса, анаңнан кешірім сұра, көңілін тап. Жас балаша еркеле, жанын сауып, барын сауып, қорғанышыңа, қолдаушыңа айналған, өзің барда бұл өмірде орны бөлек, жүрегінен нұр шашатын абзал жанның қадірі бар. Анаңдай ғазиз мейірбан табылар саған қай жерден? Something